Мен ашы. Атаның басы туралы айтып бересіз. Атаның басы керемет қой. Ешқай атамыз айтқан ғой. Менің басым мола болмайды, пана болады деген. Әр адам келіп осы жерден пана іздейді. Өмірдегі жоғалтқаның осы жерде сұрайды. Енді жалпы бұл жерге келудің мақсаты адам баласы рухани тазарыну, жүректі тазарту, алға қойған мақсатына жету үшін осы Мәшһүр атаның құрметіне біреу бала сұрап келеді, Алладан тілеп келеді. Біреу жолым ашылсын деп тілеп келеді. Сол үшін де біз осы Мәшһүр атаның құрметіне Алладан тілейміз. Алла біздің тілегімізді қабыл етіп, осы жерге зиярат етіп, құрбандық шаламыз, садақамызды береміз. Сол айтады ғой. Ұлтқа бөлмеймін, адамның ниетіне қарап бөлемін. Сол үшін де барлық амал, мейлі намаз болсын, қажылық болсын, зиярат болсын, барлық амал ол ниетке байланысты. Ниетіміз дұрыс болсын. Мынау қазір біздің келген жеріміз бұлақтың басы Ескелді деп аталады жер. Неге Ескелді? Өйткені атаның қасиеті қонған, иесі қонған жер. Сол себепті Ескелді деп ат қойған. Осы жерде атамыз өмір сүрген, осы бұлақтан су ішкен, дәрет алған. Осы киелі жерге біз келіп ішіп аламыз. Суынан жаңағы шипасын аламыз. Осы жерге келуге ұмытпаңыздар. Өте керемет жер.